Короче, жаңағы бұзық класс болдық дедім ғой. Біз класс жетекшісі шақ келтірмеген класстың бірі болдық. Класс жетекші біреу болады, ол отказ береді бізден. Тағы біреу болады, шыдай алмай кетеді. Үшеуі ма класс жетекші ауыстырамыз ғой, короче. Сөйтеміз да, соңында мектеп директоры физикадан беретін апайды, Сырға деген апай аты. И соны бізге класс жетекші қылып сайлайды. Сөйтеміз да, бүкіл класс болып оған да қарсы боламыз. Петиция жинаймыз, короче. Петиция деген сол кезде біліп тұрмыз біз. Өзіміз заң орнатқан болып тұрық қой, класс болып, короче. Сол мектепке өзіміздің арамыздан шықсын класс жетекші. Сол кезден бастап бар екен, сондай мінезді. Қара, петиция жинап отыр класстан. Класста 20 оқушы ма бізде примерно? 20 оқушыдан петиция жинап отыр. Құрметті директор апай, бізге Сырға апайды класс жетекші қылмауыңызды сұраймыз дейміз да. Және бұйырамыз дедің ба?